Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге мынандай индеец екенін көрсеткім келіп тұр. Короче, мынау деген күйлеп жүр, текелік жасап. И мұрнын аспанға қарата шүйіріп жүр, бетіне сиіп. Жақыннан көрсете қоям ба деп едім осы екені. Бұл да ана түпкі қорадан шықпай жүр бері қарата. Мынау ақ ешкі, мынау соның лағы. Ана екі қыз жібекпен төлегеннің. Бір ешкіге бір теке. Кеше түнде далаға шығып едім кеше. Сағат 1-лерде туалетке барайын деп. Маңыраған ешкінің дауысы шығады. Жаймен қора жаққа келсем, мынау текелік жасап жүр. Кеше түнден бастап. Енді шықты. Короче, мынау индеец Секе, мүйізі бар. Бұларды мен ютубтың жұлдызы қылайын деп видеоға түсіріп отырмын. Ол текені былтыр 2020 жылы ойбай теке керек деп нағашымның ауыл жағынан алып келдік. Где-то 100-дің үстінде километр, яғни бізден алшақта тұрады. Бір ешкіге бола сол текемізді алып келдік. Мынау біздің ешкі мен текенің қосындысы. Мынау камераны келіп иіскеп жүр. Өзінен аумайтын осындай ұрғашылық туып берді күйеуіне, ақ ешкіміз. Енді менің бұйырса ойым бар да енді. Короче, бір нормальный жем алып, нормальный жемге отырғызып, семіртіп, текені сойдыртып алам ба деген ойым бар. Мынау енді қашып кететін шығар. Қашып кеткеннен кейін бұны сойып алу уже обал болады ол лағынан. Бұны сатып жіберетін шығармын. Мына лағын, мына индеец лақты. Бұны да семіртіп сойып алатын шығармыз. Бұның да күйі нормальны. Сосын достар, мен каналыма бір видео түсірдім, короче. Бит, бүрге, тәскене, тағда сол сияқты неше түрлі паразиттерге таптырмас дәрі деген. Егерде көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде қарап шықсаңыздар болады менің YouTube каналымнан. Сосын енді бұйырса алдағы уақытта жаңағы мыналарға жем бергенімді, яғни жемге отырғызатын болам, нормаль жемге. Сол туралы видео түсіретін болам, бұйырса. Идеям осы ешкілерді ютубтың жұлдыздары қылу. Блогер ешкілер деген не аштым, короче. Не десем бат. Рубрика. Орысша айтқанда. Сосын мен бір қорқып жүргенімді тағда. Мына теке өзінің лағын қашырып жібермесе жақсы деген ойым мазалайды да мені. Күн сайын мазалайды. Себебі мына лағы ұрғашылақ. Бұйырса жағдай осындай достар.
ешкілеріміз шөп жеп жүр. Анау теке мына қара қасқаларға шөп те бермейді, жем де бермейді. Анаяққа барса анаяқтан қуып шығады, мынаяққа барса мынаяқтан қуып шығады сүзіп. Түфелеме мінеуір лақта нормально. Алдында бір тоғытқан кезде ұстап көріп едік. Мынау да дәл камераның алдына келіп сейді ғой. Сосын достар, бұл ешкілер жаңағы айтқанды жоқ қылатын шығармын, барлығын сойдыртып. Сол сойдырмастан бұрын, жоқ қылмастан бұрын бұларды ютубтың жұлдызы қылғым келіп отыр. Яғни сондай идея бар. Бұларды жоқ қылуымның себебі қоғамымыз өте тар. Біріншіден. Екіншіден, мынау көршілердің нелері, сарайлары, гараждары, олардың суағарлары біздің қораға қарай жасап қойған суағарларын. Ертең жаңбыр жауған кезде мынаның іші былшиды, кеппейді. Ана жақтың сулары, мына жақтың сулары барлығы осының ішіне келіп құйылады. Жаңбырдан бөлек. Сондықтан да қыстың күні, күздің күні мына жер құрғамайды почти. Сол да проблема. Басқа қора салатын жер жоқ ауланың ішінде. Себебі ауланың ішінде 2 үй тұр. Бір үйді былтыр 2020 жыл салдыртып бастадым. Егер де көрмеген болсаңыздар, каналымда бар. Ол туралы да видео қарап шықсаңыздар болады. Бұйырса, салдыртып бастаған үйімді полный салдыртып болғаннан кейін қазіргі тұрып отырған үйімізді бұзып қора салдыратын шығар, мал қора. Ойым бар, қой асырайын ба деген. Мал баққаннан кейін барлық малдың жағдайын жасау керек қой жалпы. Сосын айтпақшы, мыналардың тұяқтары өсіп кетіпті. Бұйырса тұяқтарын қиғанымды видеоға түсіретін шығармын. Егер де қызық болатын болса, қарасаңыздар болады алдағы уақытта. Алдағы уақытта қарау үшін жаңағы айтқандай міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сосын міндетті түрде достар, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып отыруларыңызды сұраймын. Сосын әрбір қараған видеоларыңызға лайк немесе дизлайк басып отыруларыңызды сұраймын. Достар, біздің жағдайымыз осындай міне ауылдағы. Егер де сіздерге ауылдағы өмір, ауылдағы тұрмыс тіршілік ұнайтын болса, міндетті түрде жаңағы айтқандай менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мына текеміз жаңағы айтқандай нағашымның ауылынан келген теке ғой. Мойында жібі бар, қызыл жіп. Сол жібі әлі шешілмеген. Мойында қызыл галстук бар. Үстіне камуфляж киіп алған. Ала-ала. Осы текені көрсем, Алдар Көсенің мультигі есіме түсіп кетеді. Бұрын Алдар Көсенің мультигі болып еді ғой. Шайтандарды алдайтын. 2 шайтанды алдап, ең соңында шайтандармен төбелесе ма бірдеңе қылады. Сол Алдар Көсенің мультфильміндегі шайтандар сияқты түрі. Күйлеп жүр. Ешкінің көтенін иіскеп жүр. Түрін қойшы. Тұрды қара. Ай, бұл тағы тұрады.
1 жасар теке ғой, әлі жас теке. Бұйырса негізі ойда болып еді, анандай тағы да басқа 2-3 ешкі алып теке бар кезде қаштырып алам ба деген ойым болып еді, бірақ мына жер қораның іші тар да. Жаңбыр жауатын болса мына жердегі бұлшық кетеді, вообще құрғамайды. Сосын біздің ауа райымызда біртүрлі ауа рай. Қыстың күні жұрттарда қар жауатын болса, біздерде жаңбыр жауады. Күздің күні біреулерде жаңбыр жауатын болса, біздерде шаң борайды. Ауа райда нереально болғаннан кейін сондай екі ойлы болып жүрмін да, короче. Ешкі алсам ба екен, тағы да 2-3 ешкі бақсам ба деген ойым бар. Жаңбыр жауған кезде тағы да ойланып қаласың. Мыналар балшықтың ішінде су кешіп жүр ғой деп. Ол ойда бір жағынан мазалап қоймайды. Сонымен достар, келесі видеода кездескенше дегім келіп отыр осы жерден. Жалпы әдемі ешкі негізі, былай аппақ. Бұның енесі болды, қап-қара. 2020 жылы сатып алды ғой деймін. Енесі ірі еді, сүйегі. Былтыр 2020 жылы өліп қалды. Аррам өлді. Ноябрлерде ма былтыр 2020-ның күйлеп, жаңа қара ешкі, мынаның енесі. Текеге апардық. Занен текеге. Текеге қосу үшін 4000 болып кеткен ғой. Мына жерде біреулер жылап жатыр. Мешайт етіп адамға. Короче, сол қара ешкімізді занен текеге қостық былтыр. Ол барып салапан жеп қойды деймін. Аррам өліп қалды. 3 күн тұрды. Жем су жемей. 3 күн тұрғанда тіпті жатып алды. Аррам өліп те қалды. Ветеринар алып келді. Мен айтып едім негізі. Мынаны сойдыртып алайық 2000 теңгеге деп. Тыңдамай ветеринар алып келді. 15000 теңгеге уколын салды. Күпті болып қалған деп. Ұялмай қызармай сөйтіп 15000 теңгені алды да тайды бұл ветеринарымыз. Не үркіп жүрсің? Төлегенің емес пе, төлегенің? Мынау осы екеуінің махаббатынан жаралған индеец лағымыз. Бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз мына индеец теке. Бұл қатын бала шағасын асырамайды. Тапқан табыстың барлығын ішеді. Шөбінде өзі жеп алады, жемінде өзі жеп алады. Бұл сондай оңбаған теке.